Қош келдіңіздер арнама. Өзге ұлт дәрігерлерінің сұхбаттарынан аударма ұсынамын. Мен бүгін 30 жылдық жұмыс тәжірибесі бар ұстазымның кеңесімен бөлісемін. Ол құпияны фармация бөлімі сіздерге айтпайды. Көзді табиғи жолмен қорғауға және қалпына келтіруге болады. Ол үшін көзді қоректендіретін заттарды дұрыс таңдай білу қажет. Адам жасы ұлғайған сайын ешқандай ауырсыну болмаса да, көздің сетчаткалары жаймен жойыла береді. Айналаны көрмей қалудан Алла сақтасын. Қолжетімді мен айтатын тұқымдар дұрыс қолданған жағдайда осы жағдайлардан сақтайтын болады. Осы 3 тұқым қымбат офтальмологтардан жақсы көмек бере алады. Себебі олар көзге қажетті қоректік заттармен қоректендіреді. Ғылыми дәлелденген. Ұстазымның алдына 74 жастағы әйел кісі келіп, 2 жылдан бері бармаған дәрігері, алмаған дәрісі қалмағанын, ешқандай нәтиже болмағанын айтып шағымданады. Көзі көрмей қалуынан қорқып стресске түскенін және туысқандары да ол үшін уайымдайтындарын айтты. Дәрігерлер оған көмектесе алмаған. Өйткені олар пациенттің ас мәзіріне көңіл бөлмеген. Мәселе оның көзінде емес, қанның құрамында еді. Сетчатка кислородқа мұқтаж дененің мүшесі. Оған үнемі құнарлы қан айналымы жетіп отыруы керек. Адам жасы 70-тен асқаннан соң 3 нәрсе нашарлайды. Біріншісі, көздің қан айналымы 40%-ға нашарлайды. Бұл дегені көздің клеткалары аштықтан өле бастайды дегені. Екіншісі, созылмалы қабыну ішкі жақтан көз сетчаткасына әсер етеді, жаймен қыздырғанға ұқсайды. Үшіншісі, көздің құрғақтануы немесе көздің ылғалдылығы нашарлауы, зиянды әсерлерден қорғана алмайды. Сол пациентке басқа тәсілді ұсындық. Таңертең таңғы аспен бірге 1 ас қасық чия тұқымын қабылдау керек. Чия тұқымында өсімдік омега-3 көп. Осы чия тұқымын 3 апта қолданғаннан соң пациент өте жақсы нәтижеге жетті. Ол таңертең болатын көз құрғақшылығынан құтылғанын айтты. Чия тұқымы мәселенің бір бөлігін ғана шешкен еді. Екінші ем ретінде ұнтақталған зығыр тұқымын ұсындық. Оны йогуртпен немесе сумен немесе басқа сусындармен қосып пайдалануға болады. Зығыр тұқымы мықты антиоксидант. Оны аптасына 3 рет 1 ас қасықпен қолдануы керек. Ол макуланың айналасына мықты қорғаныш қабатын құрайды және көз бен ішектің арасында жақсы байланыс құрайды. Пациент осы тұқымды 1 ай қолданғаннан соң ұсақ заттарды жақсы және анық көре бастағанын айтты. Жарыққа сезімталдығы азайған. Үшінші айтатын тұқымымыз құнарлы құрамы. Ол көзді қорғап қана қоймайды. Ол күнбағыс шемішкесі. Кез келген шемішке емес, оның күшін 10 есеге күшейтетін арнайы әдіспен дайындалған болуы қажет. Шемішкеде Е витамині мол және селен бар. Бұл витамин минералдардың бірінші пайдасы көздің жас қабатын қорғайды, яғни инфекциядан қорғайды. Екінші пайдасы көздің майда қан тамырларын қуаттандырады, сетчатканы қоректендіреді. Тамырлар бақшадағы су шлангысына ұқсайды. Уақыт өте келе осы тамырлар түрлі себептерден қабырғалары қатаяды. Мысалы, қан қоюлануынан. Семішке тұқымы оны жұмсақ және серпімді етеді. Үшінші пайдасы. Неше жылдар бойы сетчатка клеткалары бөлінсе, қайта қалпына келмейді делінген болатын. Жаңа тәжірибе оны теріске шығарып отыр.
дұрыс қоректенген жағдайда көздің сетчаткасын белсенді қалпына келтіруге болады екен. Сетчатка клеткалары белсенді болып өз қалпына келеді. Қоректік заттарды семішке тұқымы береді. Бұл көзіңізге бұрынғы қалпына оралуына мүмкіндік бергенге ұқсайды. Енді 78 жастағы пациентімізге дәрігерлер соқыр боласыз деген. Ол 60% орталық көру қабілетін жоғалтқан еді. Жоғарыдағы 3 тұқымды қолдана бастайды. Чия тұқымын таңертең, зығыр тұқымын аптасына 3 рет, күнбағыс шемішкесін түс қайта пайдаланып жүрді. Семішкені дұрыс тәсілмен дайындады. Алдымен шикі тұздалмаған семішкені 2 сағат суға салып қойды. Сонан соң духовкада жай отта оны кептіреді. Осылай емдерді 6 апта қолданғанда көлік номерлерін ашкесіз көре бастағанын, 3 айдан соң офтальмолог дәрігері нәтижесіне таң қалғанын айтты. Енді күнбағыс шемішкесінің дайындалу жолын айтып өтейін. 1 ас қасық шикі семішкені тұздалмаған болуы шарт. 2 сағатқа суға салып қойыңыз. Сонан соң суын төгіп, таза сүлгімен суын қорғатыңыз. Сонан соң 90 градус ыстық духовкаға 15 минутқа салып алыңыз. Дайын болған семішкені өзің шаға беріңіз немесе салатқа қосып пайдаланыңыз. Жоғары дәрежеде нәтиже алу үшін осы 3 тұқымды бірге пайдаланыңыз. Осы ем көздің көру қабілетін жақсартып қана қоймайды, сонымен қатар есте сақтау қабілетін жақсартады, ұйқыны жақсартады. Тәжірибелер көз бен мидың бір-бірімен тікелей терең байланыста екендігін көрсетті. Қоректік заттар көзді ғана емес, миды да қоректендіреді. Үлкен жасқа келген 2 пациентіміз 2 айдан соң көру қабілеттері жақсарғандықтармен қатар есте сақтау қабілеттерінің жақсарғанын, ұмыт болған есімдердің естеріне түскендерін айтты. Туысқандары олардың белсенді болғандарын айтты. Ал енді осы 3 тұқымды қалай қолдану керек? Мен сіздерге дайын программаны ұсынамын. Мысалы, дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері таңертең 1 ас қасық жас чия тұқымын таңғы аспен бірге пайдаланыңыз. Және сол күні 1 шай қасық зығыр дәнінің ұнтағын йогуртқа немесе суға қосып пайдаланыңыз. Енді қалған күндері, мысалы, сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері түстен кейін 1 ас қасық күнбағыс шемішкесін пайдаланыңыз. Және 1 ас қасық чия тұқымын пайдаланыңыз. Жексенбі күні тек күнбағыс шемішкесін пайдаланыңыз. Бұл тұқымдар тек көзге ғана емес, жүректі жақсартады, қан айналымды жақсартады, есте сақтау қызметін жақсартады. Құрметті оқырмандар, осымен аударманы аяқтаймын. Әр адамның организмі әртүрлі болғандықтан, осы дәндер сіздерге аллергия бермей ме, ол жағында анықтап алыңыздар. Сонан соң барып қолдануға болады. Дәрігерлеріңізбен кеңесе отырып пайдаланыңыздар. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.